және жаңағыдай өкінішті орай сол талақ деген сөздің аузына алып келіп тұрғаны шайтан, бірақ оған мына жақтан себепкер әйел де бар да. Оған да қыздар өте ықтият болу керек. Yani шапалақ екі қолдан дейді қазақ. Әрине ол жігітті ақтап тұрғаным жоқ. Ол айтса, ол да кінәлі әрине. Бірақ кінәні қыз жақтан да қарау керек те, ол да қарау керек. Yani күйеуінің, сондай балаларының әкесінің сондай нәрсеге барып қоюына қыз да ондай себепкер болмау керек. Шариғат бойынша негізінде жесір деген тағдырдың тәлкегімен жаңағы күйеуі қайтыс болған әйел кісілер ғой. Жетім десе әкесі қайтыс болып кеткен балалар. Соны ашуына тимейтіндей деңгейде оны жағдай жасау керек әйел кісіден. Өйткені ер адам өзіне өз оны айта бермейді ғой. Ешқандай ер азамат жаңағы некелескен кезде Құдай қаласа 3 жылдан кейін талағын беремін ғой деп үйленбейді ғой ешкім. Иә. Сонымен шаңырақ